саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын ең бірінші топқа бөлініп алайық. Топқа бөліну үшін менің қолымда келі асық тұр. Сол асықтан келіп, соның түсі бойынша әрбір топқа бөлінеміз. Қане, балалар, бірінші қатар келе қалыңдар. Сабағымызды бастамас бұрын мына бір суретке назар аударсаңдар. Бұл суретте не нәрсе көрсетілген? Соны айтсаңдар. Бұл суретте мен қосылып жатырмын. Бұлар әрқайсысы бірге жұмыс болып отыр. Және де құжаты бір-біріне сөйлеп отыр деп ойлаймын. Жақсы, тағы да не көріп тұрсыңдар? Иә? Балалар, бұлда сендердің отбасын көріп отырсыңдар, яғни ата, әже, баланың бір-біріне деген қарым-қатынасын көріп отырсыңдар. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Бауыржан Момышұлының ұшқан ұясы. Сабағымыздың мақсаты шығармадағы автор бейнесін талдайды, кейіпкерлердің арасында қарым-қатынасты тілдік құралдар арқылы түсіндіреді. Олай болатын болса, ең бірінші балалар біз үй тапсырмасын пысықтап алайық. Ол үшін тақтаға назар аударыңдар. Бірінші сұрағымыз. Кім жауап береді? Кәні оқып отырып жауап берсек. Иә, Назерке. Төмендегі сөздерді кім айтты? Ол біткеннің бәрі қазаның түп күйесінде әкесіне тартып қара болды. Қыжақ өзіме тартып аққұбаша ажалына шықты. Бауыржанның әжесі. Бауыржанның әжесі дейді. Дұрыс екен, не балалар? Жақсы. Келесі. Бауыржанның әкесі Момыш қанша жасында үйленді? 33 жасында. Дұрыс айтады. 33 жасында үйленді. Бауыржанның бірге туған әкелерінің ішінен қатесін табыңыз. Зәбира. Зәбира. Жақсы. Келесі. Тағы да оқиды. Алматыға. Жоқ екен. Қайда кетіпті? Бурный станциясына кеткен екен, не балалар? Деп берсем құл болма, шығып деп берсем шын болма, бәрін де шырағым баяны жоқ ол болма деп Бауыржанға бата берген кім? Атасы? Дұрыс айтасыңдар, атасы. Жақсы балалар. Олай болатын болса, біз Бауыржан Момышұлының ұшқан ұя әңгімесі болып шығармасы бойынша қайталау жұмыстарын жүргізді. Енді сендерге арда тапсырмаларға көшеміз. Балалар, тапсырмаға көштік. Олай болатын болса, сендердің әрбір үстелдердің өздеріне сендерге берілген тапсырмалар жатыр. Бұл тапсырманы сендер жұртпен орындайсыңдар. Яғни сендерге оқиға көрсетілген, сол оқиғаның жалған екенін, ақиқат екендігін анықтап табасыңдар. Әрбір жұртпен жұмыс жасауларыңа болады, алуларыңа болады алдарыңдағы кестені. Балалар, енді осы тапсырмаңызды ғана тексеріп жіберейік. Тапсырма бойынша Ержан айта ғой. Бауыржан Момышұлының әкелері Үбіш, Үбиян, Сәлима, Әлима. Жалған. Жақсы, дұрыс айтасың. Енді үшінші тапсырма бойынша Бауыржан Момышұлының атасы Имаш Асран өлген, жақын екі түрі орысша хат танылған ағаш ұстасы зерген етікші болған адам. Ол жалған. Жалған. Балалар, енді жақсы. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Бұл жерде сендерге жеке тапсырма балалар. Дәптерлеріңе орындайсыңдар. Немесе осы берілген парақтың өзіне де орындауларыңа болады. Қазір мен тарап шығайын. Осыны параққа орындасаңдар да болады.
Ал балалар енді тапсырманы орындап біттіңдер ме? Жақсы. Олай болатын болса, онда тапсырма бойынша бірнеше оқушы жауаптарын оқысын, не балалар? Ал Даниэль, сен оқысын. 1911 жылы 92 жасында дүние салған. Орта бойлы Оран от жанары сол Шынар шалдың 4-ші перзенті менің әкем Момыналы екен. Оны жұрт Момыш деп жеткен. Әжемнің аты қыз тумас еді. Қартайғанда сары кемпір атаған. Жарықтық аса ажарлы, ақ дидарлы кісі екен. Ондай ару ол кезде ел арасында некен сая. Ол біткеннен бәрі қазанның түр күйесінде әкесіне тартып қара болды. Қыз жағы өзімен тартып аққуаша ажары шықты деп отыратын еді жарықтық. Әже өзінің ұлдарына үншен аққұбаша аруларды айттыруға ынтық болған. Соның кесірінен менің әкем Момыш 33 жасына дейін салт басты, сабау қамшылы жүрді. Жақсы, рахмет. Және Момыш па, қыз тумас, және Димаш бар екен. Жақсы. Енді тағы да кім оқиды? Жақсы, Азамат оқи ғой. Менің ағам Димаш 1911 жылы 92 жасында дүниеге салған. Орта бойы орақ бұрын от жанары сол Шыңғыс шалдың 4-ші перзенті менің әкем Момыналы екен. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты қыз тумас еді. Қартайғанда сары кемпір атаған. Жарықтық аса жарлы ақ дидарлы кісі екен. Ондай ару ол кезде ел арасындағы некен саяқ ұлы біткеннің бәрі қазанның түп күйесінде әкесін тартып қара болды. Қыз жағы өзіме тартып аққұбаша ажарлы шықты деп отыратын еді. Жарықтық әжем өзінің ұлдарына өншен аққұбаша аруларын айттыруға ынтық болған. Соның кесірінен менің әкем Момыш 33 жасынан кейін салт басты, сабақ қамшылы жүргізді. Жақсы. Азамат, мынандай сұрақ саған. Осы үзіндіде қандай, кімнің портреті берілген? Бауыржан Момыш. Қандай, қалай, қай жерде тұр? Оның 33 жасында әкесінен айырылғаны. Портреті. Бар ма? Иә, Мөндина. Бұл жерде ең басында Димаштың бар. Ол 1911 жылы 92 жасында дүние салған. Және де орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы, сол Шыңғыс шалдың 4-ші перзенті оның әкесі болған. Жақсы, дұрыс айтады. Орта бойлы, орақ мұрынды, от жанарлы кісі екен. Яғни бұл жерде ол жаңағы портрет беру шеберлігі тұр, балалар? Жақсы, рахмет, Мәдина. Енді үшінші топтан кім сөйлейді отыр? Біреулер оқысыздар ма? Неге оқымаймыз? Кім тағы оқиды? Менің ағам Димаш 1911 жылы 92 жасында дүние салған. Орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы, сол Шыңғыс шалдың 4-ші перзенті менің әкем Момыш екен. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты қыз тумас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған. Жарықтық аса ажарлы, ақ дидарлы кісі екен. Ондай ару ол кезде ел арасында некен сая. Ол біткеннің бәрі қазанның түп күйесінде әкесіне тартып қара болды. Қыз жағы өзіне тартып аққұбаша ажарлы шықты деп отыратын еді. Жарықтық әжем өзінің ұлдарына өншен аққұбаша аруларды айттыруға ынтық болған. Соның кесірінен менің әкем Момыш 33 жасына дейін салт басты, сабау қамшылы жүрді. Енді үшінші топ бойынша, және кім сөйлейді деп өздік, сендер көркемдегіш құралдарды табуыңызға келге осы мәтін бойынша. Кәне кім сөйлейді? Иә, Назербек жақсы сөйлей ғой. Бұл мәтінде көркемдегіш сөздер мыналар деп ойлаймын. Орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы, қазанның түп күйесінде қара, аққұбаша ажарлы,
аққұбаш ағылар. Жақсы, рахмет, дұрыс айтасың. Балалар, енді біз келесі тапсырмамызға көшуіміз керек. Келесі тапсырмада бізге топпен жұмыс жасау керек болып тұр. Олай болатын болса, сендерге топтарға барлықтарына таратылып беріледі. Балалар, енді бірінші топтың тапсырмасы сендер атасына мінездеме бересіңдер, екінші топтың тапсырмасы әжесіне мінездеме бересіңдер, және үшінші топтың тапсырмасы әкесіне мінездеме бересіңдер. Ал төртінші топтың тапсырмасы сендер осы шығармалықтан көркемдегіш құралдарды табасыңдар. Уақыт болды. Олай болатын болса, топпен жұмысымызды қорғауды бастайық, балалар. Шығармасынан Бауыржан Момышұлының атасына мінездеме бердік. Ол ең біріншіден бата беріп, жақсы мен жаманды ажыратуды үйретеді. Ол немересіне тәрбие сөзбен емес, іспен көрсетеді. Көпті көрген дана қария ақылды сабырлы болған. Сонда мұнажада қандай екен? Жаңағы өз бересіне үнемі бата беріп, тәрбие беріп отырған. Рахмет, жақсы, өте жақсы. Бауыржан дүниеге келгенде өте балажан болған. Момыналы адалдықты жоғары қояды. Момыналы үлкендерді өте сыйлаған, көп нәрсе Кете бер, қиясыламыз. Үлкендерді өте сыйлаған, көп нәрселерге бейімделген, ұлттық тәрбие берген. Жақсы отырамыз. Рахмет. Момыш немересіне үнемі ертегі оқып, жақсы істерге үйрететін, ақыл айтатын. Ақылды, сабырлы жан, мейірімді, бірақ талапшыл. Отбасынан беретін, ұстап тұрған, үлкенге құрмет, кішіге үйрететін тұлға, дәстүр мен тәрбиеге берік адам, еңбекқор. Жақсы. Алдарыңа балаларым, міне мақал мәтелдерді тастады. Осы мақал мәтелдерде, сөздерде сендер мақал мәтелдер құралғаны керек. Қазір осы тапсырманы орындап жүрмеңдер. Тапсырма орындап жүрген сияқтысыздар. Қандай мақал мәтелдер шықты? Бірінші қатар, иә. Әке көрген олжалар, шеше көрген тон пішер. Жақсы. Екінші топ. Әке балаға сыншы. Жақсы. Үшінші топ. Ұяда не көрсем ұшқанда сонда дерсің. Жақсы, рахмет. Төртінші топ, иә. Үйге басып талбесін. Жақсы. Жақсы орындадыңдар. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Олай болатын болса, сендерге тақтада 3 тақырып берілген. Осы 3 тақырыптың біреуіне таңдап отырып, сендер шағын ой толғау жазуларың керек. Қане бастайық балалар. Дәптеріңді ашыңдар да шағын ой толғау жазыңдар.
дағы үйінен кетеді. Бірақ кеткеннен кейін бала үйінен не көреді, соны кешіре алғанда есінде болады. Менің ойымша сол себепті ата-ана балаға жақсы тәрбие беру керек. Отбасы адамның ең алғашқы ұстаздары. Егер бала ата-анасының үлкенге құрмет көрсеткенін, кішіге қамқор болғанын көрсе, ол да сол қасиеттерді бойына сіңіреді. Бала ол отбасының айнасы. Ұяда мен өзің шыққанда білесің, отбасы сен үшін ең жақын ұя. Сенің отбасың сенің бейнең, сен жақындарың, туысқандарың ақыл, білім, тәрбие аласың. Жақсы, рахмет балалар. Қорытындылай, бүгінгі сабақтан қандай ой түйдіңдер, соны ортаға салсаңдар. Иә. Мектептердің мінезін сипаттадық. Жақсы. Тағы да, Аружан. Жақсы, рахмет. Сұлтан. Осы сабақта мен отбасы тәрбиесі оқытатын. Жақсы, рахмет. Олай болатын болса, балалар, сендерге көп-көп рахмет. Бүгінгі сабаққа өте белсенді қатыса білдіңдер. Өздеріңнің ойларыңды нақты жеткізе білдіңдер. Олай болатын болса, бүгінгі сабаққа қатысқан барлық оқушыларға мен рахмет айтамын. Әсіресе сабағымызда өзінің білімімен, өзінің белсенділігімен ерекше көзге түсіп отырған Аружан бізде, Қайсар, Сұлтан, сонымен бірге Назерке, Медина сияқты оқушылар өте жоғары дәрежеде өз білімдерін көрсете берді. Жалпы топпен де, жүппен де, жеке де жұмыс жасауға мүмкіндік алдыңдар деп ойлаймын. Рахмет. Олай болатын болса, үйге тапсырма осы ұшқан ұя повестісі бойынша буктрейлер жасап келу. Рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.